Ал қадірменді ағайын, Құрайш сүресінің талдауына тоқталамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ли-илафи Құрайш. Мына жерде біз айтқан болатынбыз, мына жерде ләм әрпі келіп тұр, одан кейін алиф келіп тұр және астында хамза келіп тұр. Хамзаның бір ерекшелігі сөз қайтадан басталған сияқты бөлініп басталады, иә. Ли деп екеуін бөліп оқимыз. Егер мына жерде хамза болмаған кезде онда ли-лафи болатын еді, жалғастырылып кетілетін еді. Хамзаныкі бөліп оқылады, иә. Хамза бар екенін білдіресіз. Одан кейін мәт келіп тұр, созасыз. Ли-лафи, мына жерде де мәт. Құрайш. Одан кейін біз Құрайш деген кезде естеріңізде ме, мәттілин деген тақырыпты өткен болатынбыз. Мәт әріптерінің соңғы тақырыбы. Мәттілин дегеніміз жаңағындай мына лин әріптері бұл сукунды вау немесе сукунды я болатын, иә. Алдыңғы әрпі фатхалы әріптен кейін сукунды вау немесе сукунды я келетін болса, және де сол осы сукунды вау және сукунды я әріпі мәт әріптер ғой, осы екеуінен кейін созу себебінен сукун келетін болса, яғни тоқтаған жағдайдағы одан кейінгі әріп сукунға айналатын болса, онда мәттілин болады дегеніміз. Тағы да қайталап айтамын. Алдындағы әріп фатхалы болса, фатхалы әріптен кейін сукунды вау немесе сукунды я келсе, және осы екі мәт әріпінен кейін сукунды вау мен сукунды ядан кейінгі әріп созу себебінен сукун болса, харакаты, яғни харакаты тәнуин, фатха, дамма бола беруі мүмкін, бірақ тоқтаған жағдайда сукунға аяқталатын болса, онда мәдділин болады дегеніміз. Мәдділинде 2-ге, 4-ге, 6-ға созуға болады. Өзіңіздің еркіңізге қарай, иә. Ли-илафи Құрайш. Илафихим. Мына жерде иля 2 мәт тұр, иә. Мына жерде де мәт бар, бірақ мына сызықшасы кішкене басқаша беріліп кеткен екен. Бұлын да созасыз. Илафихим рихлаташ-шитаи вас-сайф. Рихлаташ-шита деген кезде мына жерде әл-артикл, иә, білесіздер, уасл хамзасы оқылмайды. Шин әрпі, шәмси әрпі болғандықтан ләмі де оқылмайды. Бірден, яғни сізге мінеке шәддамен көрсетіп қойған бірден сөз деп. Рихлаташ-шитаи дегенде енді мына жерде рихлаташ-шитаи деген кезде созу себебінен хамза келіп тұр және оның алдында мәт әрпі келіп тұр. Яғни мәт әрпінен кейін созу себебінен хамза келсе, мәтті мұттасыл немесе мәтті мұнфасыл болады дегеніміз. Мәтті мұттасыл дегеніміз бұл бір сөзді келсе, мынау екеу бір сөзді келіп тұр. Демек, бұны 4-ге немесе 6-ға созасыз. Мәтті мұнфасыл болса, екеу 2 бөлек сөзді келетін еді, иә. Демек, мына жерде мәтті мұттасыл, сол себепті 4-ге немесе 6-ға созасыз. Рихлаташ-шитаи вас-сайф. Не біз 4-ге создық. Вас-сайф деген кезде мына жерде де мінекей мәдділин. Вас-сайф. Енді мына сіз бастаған кезде Бисмиллахир-рахманир-рахим деп нешеге созып бастайсыз? Құрайш деп алғашқы аяттарды қаншаға созасыз? Қалған аяттардың соңын бәрін солай қылып созып шығасыз. Алдыңғы сабақтарда айтқанбыз. Фәлиябуду рабба хазал байт. Мына жерде де мәдлин. Мына жерде фәлиябуду деп екке созасыз. Мәд тұр. Мынау алиф оқылмайды. Біз айтқанбыз, мынандай белгі шеңбер ретінде домалақ белгі, бұл сол әріптің оқылмайтындығын білдіреді. Қай әріптің үстіне осындай белгі келеді, демек ол әріп оқылмайды. Әлләзи. Мына жерде әлләзи мәд, негізі. Мәт табиғи бар, бірақ тағы мәттің белгісі келген, созу, одан кейін созу себебінің хамза келгендіктен бұл мәтті мұттасыл болады. Неге? Өйткені екеуі 2 бөлек сөзді келіп тұр. Егер мәтті мұнфасыл болады, кешіріңіздер, екеуі 2 бөлек сөзді келіп тұр. Егер бір сөзді келген кезде мынандай мәтті мұттасыл болады, оны 4-ге 6-ға созатын едік. Бұны 2-ге 4-ге 6-ға созсаңыз болады. Және біз айтқанбыз 2-ге созған, яғни жеңілдірек. Әлләзи ато деген кезде мінекей мына жерде қалқала, иә. Бә, жим, дәл, қаф, та әріптері қалқала болады. Мына жерде қалқала тербетесіз. أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Енді أطعمهم من جوع дегенде сукунды минге қатысты ереже келіп тұр. Сукунды миннен кейін мим әрпі келсе, екеуін қосып шадда қылып ғуннамен, мұрынмен оқимыз дедік, мұрынмен ыңылдап. Міне сізге шадданы көрсетіп қойған. أطعمهم من جوع. Мин жуъ деген кезде мына жерде ихфа келіп тұр, сукунды нун немесе танвиннен кейін ихфа әріптер келетін болса, мин жуъ, минді
жасырамыз, яғни ыңға қартай апарамыз дегенбіз. Мин деп ашық оқымаймыз. Мин жу'ин ва аманахум мин хауф. Жу'ин деген кезде мына жерде тануин келіп тұр. Одан кейін идғам әрпі келіп тұр. Демек бұл жерде идғам жасаймыз. Мин жу'ай енді айды жу'ин ва аманахум мин хауфна идғам жасаймыз. Тағы бір қайталайын, егер ол қиын болса екінші тәсілін көрсетем оқудың. Аллази ат'амахум мин жу'айю ва одан кейін фатхасын харакатын оқисыз. Мин жу'айю деп оға түстіңіз. Мин жу'айю ва деп одан кейін фатхасын оқисыз. Мин жу'айю ва аманахум мин хауф. Егер оған қиындау болса, былай тоқтасаңыз болады. Мына жерде мәтті артқып тоқтасаңыз болады, және бұл жерде айын сукунға айналып кетеді. Мына айынның тәнуині. Аллази ат'амахум мин жу'. Сосын ва аманахум мин хауф деп аяқтайсыз. Мына жерде мин хауф дегенде мына жерде изхар бар, иә? Сукунды нун немесе тәнуиннен кейін изхардың алты әрпі келетінбіз, оның ішінде ха бар. Келетін болса, сукунды нун немесе тәнуиннің соңғы нуны ашық оқылады дегенбіз. Мына жерде де мінекей мәдділін жасайсыз. Хауф деп. Мына соңындағы мин бұл иқлапты білдіреді. Келесі аяттың бисмилласымен бастаған кезде сіз мына жерде хау негізі асылы тәнуин, хауфин бисмиллахир рахманир рахим деп бастау үшін. Алдыңғы екі сабақта да бұған тоқталған болады. Біз мінекей Құрайш сүресінің талдауы осындай. Қадірменді ағайын, үйде жақсылап иншалла дайындалыңыздар.